самал желмен аққайыңдар сыбырлайды. Сені күтіп жүрмін мен, сен әлі жоқсың. Сен де бір күн келерсің, менің жан досым. Сені күтіп жүрмін мен, сен әлі жоқсың. Сен де бір күн келерсің, менің жан досым. Сыңғырлаған шөлдегі жалғыз болақтай, анасынан айрылған ақ марал баласындай. Сені күтіп жүрмін мен, сен әлі жоқсың. Сен де бір күн келерсің, менің жан досым. Міне бүгін келіп тұрмын терезеңнің алдына. Сол баяғы алғаш сүйген аққайыңның қасындай. Сені күтіп тұрмын мен, сен әлі жоқсың. Сен де бір күн келерсің, менің жан досым. Сені күтіп тұрмын мен, сен әлі жоқсың. Сен де бір күн келерсің, менің жан досым. Сыңғырлаған шөлдегі жалғыз болақтай, анасынан айрылған ақ марал баласындай. Сені күтіп жүрмін мен, сен әлі жоқсың. Сен де бір күн келерсің, менің жан досым. Сені күтіп жүрмін мен, сен әлі жоқсың. Өтігенде жұдықшаны үйренгесін бе бәлемді, тойда мені ешкімде басын алмайтын болады. Иә, онда екеуміз бірге үйренік. Иә, екеуін мәңгі дос біле. Әрине, мәңгі доспыз. Досым, қысты демалысты қалай өткізсек болады? Белгісіз. Бәлкім өстіп ашып жүре берерміз. Болмаса бірер жұмыста істемейміз бе? Жоқ. Оқудан әрең бір тарап, ең басқа келгенде жұмыс істеп жүргім келмейді.
хабарласасыңдар ма? Жоқ, хабарласам. Нөмірді ауыстырсам. Амалды хабарласыңдар. Қарыз қайтаратын уақыт болды ғой. Осы мөлек нөмірін ауыстырсақ, біз таба алмай қалады деп отыр ма? Ей, мен. Ертең ба? Қай жерде? Болады. Не болды? Кім? Ештеңе болған жоқ. Бір досым ертең кездейді дейді. Ештеңе болған жоқ па? Жоқ, ештеңе болған жоқ. Қай болды? Бауырым көп болды, жоқ болып кеттің ғой сен. Сол біраз жұмыстармен қарбалас болып кеттім. Қарыз қайтаратын уақытың болды ғой. Қашан қайтарасың? Біраз күн уақыт берсеңіз. Онда саған 3 күн уақыт беремін. 3 күн ішінде қайтарып бол. Жарайды. 3 күн ішінде сөз жоқ қайтарып бол. Егер де қайтара алмасаң, мына жігіттермен бірге жұмыс істейсің. Yetti yüz көп болсын. Мұны алма тілепін ғой енді. Мың дос. Бопты, мың қой болсын. Аға, бағанақта сіз Бақтиярға 3 күн уақыт бердіңіз. Ол ақшаны 3 күнде қайтарыла ма? Мен оны қайтарым қаламайын. Онда сіздің ойыңыз. Менде бір жоспар бар. Қандай жоспар? Мен алып жақсылсы сен онымен ішкерде аралас. Оны қосыңа бала болмас. Соның жоспар бар. Ой, досым, қайқарсың алба. Кел, отыр. Ой, досым, аманшылық па? Аман сен жатырсың ба? Аман, Құдайға шүкір. Сен өзіңші. Бәрі жақсы. Досым, сен таяудан бері не аралас болысың? Сол біраз жұмыстармен қарбалас болып кеттім. Бәсе, үй жаққа да келмей кеттің. Досым, телефон беріп? Досым, телефон бір үшін бере тұрмайсың? Не болып қалды? Өз телефонға да. Өз телефоным сатып еттім. Досым, сен таяудан бері біртүрлісің ғой. Менен бір істерді жасырып жүрген жоқсың ба? Жоқ, ештеңе болған жоқ. Егер де қиыншылық болса айт, бірге шешеміз. Сенің жұмысың менің жұмысым емес пе? Жоқ, досым, сен артық ой екенсің. Ештеңе болған жоқ.
Иштебей болмаса болот. Досым телефон 2 күн бере турасың ба, Иә, істет досым. Жарайды. Тілектің ақшасын қайдар ұстам жақсы еді. Ақшаны ақын тауып жатырмын. Телефонды тастатып тастадым. Онда бізге қосылмайсың ба? Шын айтсам қосылғым келмейді. Онда жұмыстар істегім келмейді. Ақшаны біржолата тапсам жақсы еді. Әдетте билетті жақсы сатушы едің ғой. Мен бір жерді білуші едім. Кеште сөжеге барып, тәлеңсіне көнбейсің ба? Иә, онда кеш жақын тәлеймісіне көрейін. Билетті жақсы. Екем сынаспаймыз ба? Сынасақ. Сен тәлең күшті екен. Үлкен үрген ойнамаймыз ба? Жарайды, қаншадан? 5 миллиондан. Бүгін менің ұтқаным 4 мың қандай. Болды, нақ 5 миллион болсын. Онда 4 миллион үстіне бір телефон тігейін. Иә, білет. Жаңа өзімше ең соң майданды ұтып алып, сендердің ағалардың тілектің ақшасын қайтарайын ба дегем. Амал қанша. Тәлейім оңынан келмей, қырсық басып, ұтылып қалдым. Досым телефон ол. Досыма не деп жауап беремін? Болды досым, қаңқпа. Бізге қосыл.
Біз саған шығар жол тауып береміз. Ағамыз да қарызыңды бұзықтырмайды. Одан басқа амал қалмады ғой. Бәй, мен сенімен кездесем. Мен досымның жаман жолға түсуін қаламайм. Сонда айтпақшы ойың не? Мен айтпақшым, досым өз алдына жүреді. Сендер өз алдарыңа жүресіңдер. Ол досым бізге қарыз. Қарызын қай уақытта қайтарып болған уақытта өз жолына түседі. Онда ол қарызды мен қайтарам. Қайтарғаннан кейін досыммен ешқандай қатыстарым болмайды. Жарайды, мәселе жоқ. Онда бұл істі Бақтиярға айтамыз ба? Жоқ, білдірмейміз. Жарайды. Жоқ. Рас, кеше Бақтияр! Байқаймын күннен күнге қатыгез болып барасың ғой. не деп тұрсың? Марат, мен өзім не істеп жүрген өзім білем. Сен араласпай қой. Қол жұмсады ма? Қол жұмсады. Бақтияр, сен телефон салып шақыр Маратты. Жоқ, шақырмайын. Неге? Қанша айтқан мен ол менің досым. Досыңнан алаңдап тұрсың ба? Ешқандай жұмыс шықпайды. Тек бауырымнан кешірім сұрасам болды. Онда маған уәде беріңдер. Жарайды, жарайды. Ай. Қай жерде? Сен менің бауырыма қол жұмсап па едің? Иә, Онда кешірім сұра. сұрамайын. Мен сендерге ана күні досымның қарызын қайтарып тастап едім ғой. Ойладым не сендермен бірге жүріп. Қаржы қайтып кетпеді. Сен оны қайтар кетті. Досыңның қарызын қайтарғаным дұрыс. Бірақ мен бауырыма қол жұмсағаным дұрыс болмады. Досымды енді жіберейік деп жатқанбыз. Енді қоя берейік деп па? Не деген сөзің көп. Мен досымнан істеп жүргенім. Кетші.
Сіз жеп көремін. Елдің даяжын түтіле жеп көремін. Досым, кешір. Досым, мен саған басында айттым ғой. Сенің жұмысың, мен жұмысым. Не қиыншылық болса да бірге шешеміз дедім ғой. Бірақ та сен түсінбедің. Досым, мен түсіндім. Алдында телефон жоғалтып алдым деп өтірік айтып едім. Әсілінде ол телефон бильярд ойнап ұтылып қалып тігіп саған. Тағы менің ақшамды маған айтпай қайтарып жүрсің. Бүгін ол сен әнжеге шақырдым алдап. Досым, кешір. Досым, кешір. Біз әлі доспыз ба? Әрине, доспыз. Сыңарда тамақ істеуді. Жігіттер қатты ойнады. Достық жүрек киноның ортасына келдік. Қазір демалу үстінде.